Айлық туралы өкіметтен белгіленген мөлшері бар. Түсінген әр адамның өзінің мемлекеттік қызметте жүрген стажына байланысты. Ең жоғары мөлшер 20 жыл. Менің стажым 26, 27 жылға кетті. Мен 2 миллион теңге көлемде айлық аламын. Жеткілікті ма, жеткіліксіз ба, айлықтан айлыққа айлығым толық бітеді. Себебі отбасым өте үлкен. 6 балам бар. Сол ақша түскен соң балаларға жіберем, продуктыға берем, ары қарай соң өзіме жұмсаймын. Хош, еңбегіне қарай өнбегі. Бастысы әкімнің айлық табысы азық түлігіне жетеді. Айтпақшы, аспандаған ас-ауқат құны бойынша баяндама мынадай. Егер тек қана біздің Жамбыл облысымызда өсіп жатса баға, онда айтуға болады еді. Бүкіл республика емес, бүкіл дүние жүзінде қазір баға өсіп жатыр. Бірақ біз не істедік? Вот біздің қазір 4 бағытта біз жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бұған атқарылып жатқан жұмыстарға кеңейтілген отырысында президент көшім жұмыс істемейсіңдер деген баға берді үкіметке. Оның ішінде біз де бармыз ғой. Сондықтан біз жалпы дүниежүзілік ұйымға кірдік, біз соның әсерін өзіміз көріп жатырмыз. Шекарамыз жапсақ, басқа зат кірмей қалады. Ол да болмайды. Жұмысты жүйелей алмай отырған біз деген басшы енді шарықтаған бағаны тұрақтандыру үшін жаңа әдіс-тәсілдер ойластыру қажет деді. Десе де, жаһандық мәселеге айналған жағдайдың жуық арада реттелуі екіталай екендігін мойындады. Фарида Сейілханқызы, Нұртай Ыбырай, Мейірбек Сауранбай, Аймақ.